Сәлем достар, бұл сөз подкасты. Біздің алғашқы шығарылымызға қош келдіңіздер. Біз Евразия ұлттық университетінің қазақ журналистикасының екінші курс студенттеріміз. Сіздермен бірге Сұлтанова Индира, Есенгелді Шахназ. Рахмет. Ал енді бұл подкасттың аты сөз. Барлықтарыңыздың ойларыңызда бар шығар, неге сөз деп қойдық? Нақты неге осы подкасттың атын сөз деп таңдауды жөн көрдік? Себебі біздің мамандығымыз тікелей сөзге байланысты болғасын. Оған қоса студенттік өмірдің өзі толы бір әңгіме, толы тарих сияқты. Оқиғаға толы болады. Қызықты студенттік өмір. Ал енді осыған қарап, негізгі мақсат та шығатын секілді. Біздің мақсатымыз шынайы студенттік өмірді көрсете білу, студенттердің басынан өтетін түрлі мәселелерді көтеріп, соларды шешуге көмектесу. Яғни студенттерге көмектесу. Келесі сұрақ бізде неге дәл ену? Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті неліктен сонша танымал, неліктен басшы студент дәл осы университетке түскісі келеді? Менің ойымша ұлттық болғасын шығар, ұлттық университет қой. Оған қоса бұл университет Қазақстандағы ең ірі әрі беделді университеттердің біріне келеді ғой. Шынымен де. Барлық факультеттерді қамтитын секілді. Шынымен барлық факультетті қамтиды. Сондықтан алдағы уақытта біз сөз подкастында түрлі тақырыптарды қамтитын боламыз. Жатақхананың өзі, барлық студенттердің қызығатын стипендияны да біз сөз ететін боламыз. Демек, бұл подкаст, сөз подкасты бізбен бірге болыңыздар. Бұл тек қана біздің ғана емес, барша студенттің сөзі. Шынымен де. Алдағы уақытта түрлі эпизодтарды, түрлі шығарылымдардың қызықты болатынына сөз берем. Яғни, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше, let's go! Баршаңызға қайырлы күн достар. Біздің алғашқы подкастымыздың бірінші бөлімі университеттегі активистикаға арналмақ. Ал оның жүргізуші спикерлері мен Обайдуллина Елдара және Таңат Аймөлдір. Біз активистикалық өмірді бірінші курстан бастағанбыз. Елдара екеуміз қазақ журналистика 23 тобында бірге оқимыз. Және де біз перваш болып келе сала осы университетте бірінші курсымыздан бастап белсенділері болып келе жатырмыз әлі күнге дейін, осы күнге дейін. Енді біз Аймөлдір екеуміз және біздің тобымыздағы, яғни группаластарымызбен бірігіп, осы бірінші курста ұйымды негізі факультетте негізін қалаған болатынбыз. Яғни ол кездері 2024-25 жылғы оқу жылында жастар рухы болатын. Жалпы Евразия ұлттық университеті активистика деген сөзбен синоним келеді. Өйткені Евразия ұлттық университетінде активистика өте керемет деңгейде десек болады. Өте көп ұйымдар. Студенттерге таңдау өте көп. Ұйымдар бар, клубтар бар. Сен қандай хоббимен айналысасың, немен айналысасың, соған байланысты неше түрлі ұйым, клубтар өте көп десек те болады. Ал біз сол осы ұйымдардың арасында жастар рухына кірген болатынбыз. Бірақ енді қазіргі бүгінгі күні біз жастар рухы белгілі себептермен Қазақстан студенттер альянсына ауысты. Сондықтан бүгін осы жылымызды біз студенттер альянсында бастадық. Және де осы жылы біз перваш емес, біздің өзіміздің перваштарымыз бар. Жалпы біз осы студенттер альянсында перваш болып өзіміз негізін қаладық, бірақ біздің де арқа сүйерлеріміз болды, яғни орталық аппарат мүшелері. Жалпы бірінші курс студенттеріне айтарымыз, активистика керемет, өйткені сен ашыласың, шыңдаласың, өзіңнің белгілі бір қырларың ашылады. Сондықтан мен активистиканы барлығына ұсынар едім. Бірінші курс студенті өзі мектептен кейін жаңа ортаға келеді, жаңа университет, жаңа оқу орны, жаңа адамдар. Сол кезде белгілі бір қиындық болады. Өйткені енді басында болды менде депрессия болып, өзім не істерімді білмей, ортамды да түсіне алмай, сол кезде осы ұйымдар студенттерге өте қатты көмектеседі деп айта аламын. Егер де сендерде уақыттарың бар болатын болса, тек қана сабақ оқып қоймай, қызығушылықтарыңмен өздерің қалаған ұйымға кірсеңдер болады. Ол жерде сендер жаңа ортамен араласасыңдар, адамдармен қарым-қатынас жасайсыңдар. Және де өздерінің іштеріндегі талантты шығаруға бұл үлкен мүмкіндік деп айта аламын.
Еуразия ұлттық университеті және сонымен қатар өздерінің активистеріне, белсенділеріне белгілі бір театрға, киноларға тегін билет, жайдармандарға билет беріп жатады. Яғни мүмкіндік өте көп. Сіздер өздеріңіз қалаған, ойларыңызда болған іс-шараларды жасай аласыздар. Ең бастысы осы университет әкімшілігі сіздерді қолдайды. Маған сонысы ұнайды әрқашан. Давайте, дерзайте деген секілді мотивациялық сөздері маған өте қатты жақты. Бүгінгі күні мен осы Еуразия ұлттық университетіндегі студенттер альянсының біздің факультет журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің төрағасымын. Ал Аймөлдір ұйымдастыру комитетінің кеңесшісімін. Яғни қазір біздің өзіміздің перваштарымыз да бар, яғни командамыз тұрақталды, осы прайм кезеңі деп айтсақ та болады. Бізде қатты дайындықтар, күшті күнде кез келген андай мероприятиялар, шаралар күшті күнде. Негізінен өз ортасын таба алмай, мен не істесем болады, бір белгілі бір энергиясын бір жаққа андай жібергісі келетін студенттер үшін бір керемет мүмкіндік десек қате болмас. Осы активистикалық өмір арқылы студент өзіне ең алдымен мәдениеттік ортасын қалыптастырады. Біз мысалы мектеп өмірінде активист оқушылар бар, немесе интроверт келетін, көп ондай шараларға араласпайтын да оқушылар бар. Бірақ ол оқушылар университетке келіп, өзін ашып, оның мектеп кезінде көрінбеген белгілі бір қырлары осы университет қабырғасында ашылып жатады десек қате болмас. Мектеп қабырғасында да активист болып, пысық болып, мысалы мен президент болдым деген секілді, сондай активист пысық болып келген оқушылар да университетте белгілі бір мысалы төраға, орынбасар деген лауазымдарға отырып, адамдармен коммуникация жасайды, іс-шаралар жүргізеді, өзіне жауапкершілік алады. Бұл деген расымен ең алдымен жауапкершілік. Ол болашақ өмірде студент үшін өте керемет әсер етеді деп ойлаймын. Университетте активист болып жүрген кезде сен уақыттың қайда кеткенін білмейсің. Егер де сен оны дұрыстап бақылап шыдайтын болсаң, сабаққа да үлгересің, іс-шараларға да үлгересің. Достарыңмен қыдыруға да уақыт табылады, егер де сен оның бәрін өзің басқара алатын болсаң. Расымен де көп студенттердің қорқынышы, мен сабақты алып активистикаға қосылатын болсам, менің сабағым мына жақта қалып қалады деген секілді қорқыныштар бар. Ол өтірік емес. Мысалы, көп студенттер мен одан да сабақ оқығаным артық деген секілді ойларда қалыптасып жатады. Бірақ егер бұл сенің қалауың болса, сен бәріне үлгересің. Бізде активистік өмірді де, сабақты да, жұмысты да алып жүретін студенттер бар. Сондықтан ең алдымен мен студенттерге айтқым келетіні, бірінші курс сабақ кезеңі ол ең оңайы деп, ең алғашқы ол ағылшын, орыс тілі деген мектептен келе жатқан білімді тек бірінші курста шыңдайсыздар. Сондықтан мен ең алғашқы жылымда активистикаға арнағаныма еш өкінбеймін. Егер тағы бір мүмкіндік жаңағындай таңдау келетін болса, қайтадан таңдайтын едік. Осылайша біздің алғашқы бөліміміз аяғына да жетті. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кусейнова Айшагүл және Елеуова Айзере. Бүгін біздер студенттердің өмірінде ең маңызды тақырып саналатын жатақхана туралы сөз қозғайтын боламыз. Біз өзіміз де жатақханада тұратын студент ретінде жатақханалық өмірдің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айтып өтеміз. Біз өзіміз 2-ші курста оқып жатырмыз. Биыл 2 жыл болып қалды жатақханада тұрып жатқанымызға. Бір жағынан қазір Еуразия ұлттық университетте жыл сайын жаңа жатақхана ашылады. Ол студенттер үшін жақсы бір мүмкіндік. Жыл сайын және жаңадан ашылғаннан кейін барынша көптеген студенттерді орналастыруға тырысады. Сонда жағдайлар өте керемет жатақханалардың шынымен де. Бір сөзбен қазіргі тілмен айтқанда комфорт, элита, барлық жағдай, қолайлылығы, студенттердің керекті заттары барлығы бар. Ешқандай қысылу немесе мына зат қажет болып жатыр, мына затты алу керек деген мәселелерді қозғап көрмеппіз 2 жылдың ішінде. Шынымен де жағдайы қонақ үйден кем емес десек те болады. Былайша айтқанда, енді бұрынғы неге жатақханаларға қарағанда қазіргі жатақханалардың жағдайы кәдімгі үймен тең ғой. Керемет, өте керемет. Жаңадан ашылғаны бар, одан кейін қалай айтсақ екен,
тамақ пісірген кезде айтамыз ой қажетті заттардың барлығын таба аламыз. Бірақ та айта кету керек, қазіргі таңда өте актуалды тема деп ойлаймын. Жеке граница деген тақырып қозғалады студенттердің арасында, жастардың ортасында. Жеке шекарасы сақталғанын қалайтын адамдар негізі үйде тұрған дұрыс деп санаймын. Себебі жатақхана, общежитие деген сөзден шыққан, барлығы общий, барлығы жаңағыдай байланыс арқылы жүзеге асады тек қана. Мен өзім деген стратегия ол жерде жұмыс жасамайды. Жатақханаға бейімделу негізі басында қиындау болады, содан кейін үйренісіп кетесіздер. Енді мысалы бәрібір бір бөлмеде 4 қыз тұратын болса, сен олармен араласпаймын, менің жеке границам бар деп жүре алмайсың. Енді бәрі бір жерде жүрген соң араласу керек болады, сөйлесу керек болады, бірге қарым-қатынас жүргізу керек болады деген сияқты. Жалпы мындай нәрсе ғой, жатақханада тұрудың өзінің де жаңа айтып кеттік қой, артықшылығы мен кемшілігі бар. Ең алдымен мен ұсынар едім, бірінші курс студенттеріне жатақханада тұрып көруге кеңес беремін. Негізінде шынайы студенттік өмірдің тәтті шақтары осы жатақханада өтеді. Жаңа орта табасыздар, жаңа достар, таныстар, тіпті сол таныстарыңыз 4 жыл бойы сіздермен ары қарай араласып, олармен жаңағы бір отбасылық дос болып кететіндей жақын жандарға айналып кетеді. Тек ол ғана емес, ықшамдаласыздар, өмірге үйренесіздер. Өмір тек жақсы сәттерден тұра бермейді ғой. Әртүрлі соқпақтардан өту керек болады. Қиыншылықтың барлығын, қиындықты осы жатақханада қастарыңыздағы көршілеріңізбен бірге, группаластарыңызбен бірге көріп, жаңағы айтады ғой, суықты да, жылулықты да барлығын, жазды да, қысты да бірге көресіздер бір сөзбен. Шынымен де біз Айшагүл екеуміз бірге тұрдық қой, енді осымен 2-ші жылға кетіп бара жатыр. Шынымен де анау ата-анамыздан бөлек кетіп, басқа қалаға келген кезде өзің бір жаның жабырқап, сондай бір көңілсіз жүргенде жатақханада тапқан достар менде жаның артық болады енді. Бір сөзбен солай, яғни жатақхананың мына жері жаман, бір жағы жақсы деп айта алмаймыз. Әр адам өзінің пайымдауы бойынша өзінің көзқарасын қалыптастырады. Студсоветте болсаңыздар, егер студсоветте бар адамдар бар, іс-шараларға қатысуға мүмкіндік болады, өздеріңізді көрсетуге, биіктетуге, асқақ жаңағы самғайым десеңіздер, шыңдарға бағындырамыз, шыңдарды бағындырамыз десеңіздер, міндетті түрде студсоветтің құрамына кіріңіздер. Одан бөлек тағы бір артықшылығы мен айтып өткім келіп тұр. Енді мысалы жаңағы жеке үй жалдап шығам дегенде, мысалы қазір енді білеміз ғой, үйдің бағасы жалдау үшін енді бір қымбат, 200-300 қаржылық қиындыққа әкеледі. Ал жатақхана сол бір жақсы бір сізге тиімдірек болады да, қаржы жағынан да, мысалы жаңа айтып кеттік қой, жағдайы үйден кем емес. Үйде жүргенде жүре бересіз, ақшасы да тиімді деген секілді. Біздер бүгінгі таңда жатақханада тұрып жатырмыз дедік. Алайда бізді уайымдататын, алаңдататын бір ғана мәселе бар. Ол жол мәселесі. Жол мәселесі. Автобус туралы айтқымыз келген. Номер 3-ші автобусқа гармошка автобус берсе жақсы болар еді. Себебі студенттер өте көп. Час пик дейміз ғой, яғни жұмыстан шығады адамдар, студенттердің оқудан шығатын кезі, түскі уақытқа келіп қалады, немесе кешкі уақытқа келіп қалады. Адам өте көп, лық толы болғандықтан кейбір кезде сыймай қалып жатамыз. Сол жағы шешілсе осындай бір үндеуіміз бар өзіміздің. Жалпы сол негізінде жатақханадан тұрудан қашпаңыздар. Ол өте керемет, студенттің тәтті, керемет, қызықты шақтары осы жатақханада өтеді. Жалпы бірінші курс студенттер болсын, 2 болсын, 3 болсын, кеңес беремін тұрып көруге. Өзімнің жатақханада тұрып жатқаныма өкінбеймін. Барлық қызықты да, шыжықты да сол жерден көрдік. Бұйырса, алдағы уақытта егер орын болатын болса, жатақханада тұрамыз деп ойлаймыз. Ал егер жаңағы негізі бірінші курс студенттерін орналастырады ғой ең алдымен. Содан кейін орын қалғанда 2-ші, 3-ші, 4-ші курс студенттері де орналасады. Бірақ соған қарамастан егер мүмкіндік туатын болса, сол жерде тұруға, қайтадан таңдауды сол жерге жасар едім. Жақсы, солай түйіндейміз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Бүгінгі шығарылымның соңғы бөлімінде Асылжан Қанатқызы және Зарина Тайлақ. Бүгінгі біздің жалпы тақырыбымыз студент жұмыс жасау керек пе? Жалпы осы сұрақ төңірегінде Асылжан өз ой пікіріңді білдірсең. Қазіргі студенттің жұмыс жасауы өте өзекті мәселе. Дегенмен менің өзімнің жеке ойым бар. Меніңше студент бірінші курста жұмыс жасамағаны дұрыс.
неге десең біз енді оқуға түсеміз ғой бірінші курста. Жаңа қала, жаңа орта, жаңа таныстықтар, жұмыс жасағаннан көрі керісінше дамып, оқуға зейін салып дамыған дұрыс деп білемін. Сенің ойыңша қалай? Жалпы мен бұл сұраққа екі жақты көзқараспен қараймын. Яғни біреуге жұмыс істе немесе біреуге тек қана оқы деп те айта алмаймын. Яғни 50-50. Жалпы егер студентте өзінде артық сабақтан бөлек артық энергиясы қалып жатса, неге жұмыс істеп көрмеске? Жалпы өзімді мысалға келтіре аламын. Мысалы, қазір өзім 2-ші курста оқып жатып, онлайн кураторлық қызметте жұмыс істеймін. Бірақ студент негізі 1-ші курста жұмыс жасап керек емес. Сол 2-ші курстан кейін жұмыс істесе дұрыс деп білем. Жалпы оның үстіне энергиясы қалып жатса әрине. Иә, шынымен де мысалға оңай жұмыстар бар. Қазіргі заман талабына сай SMM, мобилограф деген сияқты бар ғой. Олар оңай. Олар оңай. Мысалға барасың да, SMM болсаң, күніңнің 3-4 сағатын бөлесің, 1 сағатына, 1-2 сағатына монтажын жасайсың, ақша табасың. Ол өте оңай жұмыста. Кейбір студенттер бар, дұрыс жұмыс таппайды. Мысалға официант. Әрине официанттың жалақысы көп, бірақ физически жағынан өте қиын. Сен шаршайсың. Сен шаршайсың, шаршағаннан кейін сен оқуға мүлдем орысша айтқанда желаниең болмайды, оқығың келмейді. Тек ақша деп кетесің. Ақша тапқаннан кейін сен жұмыс жасағың келмейді. Тек ақшаның артынан жүргің келеді. Мысалы, сен бағана айтып жатқан SMM, маркетолог деген мамандықта жұмыстарға қарастыратын болсақ, бұл жұмыс арқылы сен өзіңнің скиллстарыңды нығайтасың да, мысалы, қабілеттерің, коммуникацияң жақсарады. Жалпы SMM, маркетолог, жалпы журналистика мамандығына жақын келеді ғой. Өзіміздің де бір жақсы қырымызды ашамыз десек те болады. Иә, шынында заман талабына сай қазір сол мамандықтар өзекті болып жатыр. Иә, трендтер санында ақша табу жағы да оңай. Еще уақытыңды көп кетірмейсің. Бірақ бір жағынан енді желаниең болса жасайсың ғой. Энергия қалса жасаған дұрыс. Одан да оқыған дұрыс. Бірінші очередьте, бірінші кезекте оқу отырған дұрыс. Оқисың, оқып болғаннан кейін барып жұмыс жасасаң, өзіңнің артық уақытың болса жасаған дұрыс. Иә, студенттік өмірде группаластармен араласып, қыдырып, Астананы көріп, Алматыға түскенбіз, Алматыны, Астананы көріп, группаластармен қыдыруға, оқуға уақыт бөлген дұрыс. Өйткені біз жұмыс жасап үлгереміз, біз қартайғанша жұмыс жасаймыз. Студенттік кез адамның ең бір тәтті, есте қаларлықтай кездері деп білемін өзім. Қартайғанда біз еске аламыз. Иә, мен студенттік кезде осылай жүріп едім, студенттік кезде осындай театрға барып едім, студенттік кезде осындай спектакльге бардым, студенттік кезде осы жаққа концертке бардым деген сияқты. Ал жұмыс жасайтын болсаң, қартайғанда отырасың. Мен студенттік кезде жұмыс жасадым, мен өкінемін, өйткені мен шаршадым, мен ол уақытымды басқаға арнауым керек еді деген сияқты. Жоқ, жалпы, білім ордасына келгеннен кейін бәріміздің негізгі мақсатымыз білім алу, сол мамандығымызды жетік меңгеру. Бірақ әрине, егер де энергияң қалып, бір жұмыс істеуге деген ниетің болса, неге жұмыс істеп көрмеске? Ол әрине өзіңізге қарай, бірақ мейлінше 1-ші курста жұмыс істеген дұрыс деп санаймын. Мысалы, мен өзім 1-ші курста активистикалық өмірмен, студенттік өмірді қатар алып, жалпы керемет бір студенттік шақты өткіздім десем де болады. Ал енді 2-ші курстан бастап, енді өзімнің ниетіме, өзімнің еркіме қарай жұмыс істеп жүрмін. Иә, шынымен Зарина, әрине оқуға түскеннен кейін тек оқу деп басында бүткіл оқуға тастамаған дұрыс. Студенттік өмірде ұйымдар бар ғой, ұйымда жүрген дұрыс. Өйткені жаңа орта табасың, группаластарынан бөлек, жаңа басқа жақтан келген адамдармен қызық қой, диалекттарыңды салыстырасың, танысасың. Бір-біріне танысып, бір-біріне оның бәрі қызық. Жұмыс жасасаң тек бір жерде қалып қоясың. Карьерный рост болмаса, мысалы официанттарда карьерный рост жоқ. Бір жерде жасап жүресің, зарплатаңды аласың. Жалақы алғаннан кейін, қыз болғаннан кейін, ұлдарды білмеймін, өзің қыз болғаннан кейін жалақы аласың. Ол уходовая косметикаға немесе косметикаға кетеді, киім аласың. Хотелкаларымыз көп қой бізде. Жеткізе алмайсың да, жалақыдан жалақыға дейін жүресің. Одан да стипендияны, қазақша жәрдемақы ғой да, шәкіртақыны жеткізесің. Шәкіртақы қазір 52 мың теңгеге көтерді. Бірінші курста повышкаға айналсаң 60 мың теңге бір айға жеткізуге болады. Тамағыңды аласың, бір қасында тұратын адамдармен бір алып қоясың да, шығатын қыдырысыңа 10 мың теңгеңді бөлек аласың, және де өзің хотелкаларына. Ал жалпы Астана қаласының немесе сол оқу орнында тұрақтайтын қаланың өзінде тұрған адамдарға ол ұтымды мысалы. Мысалы, мен өзім Астана қаласынанмын, маған мысалы 60 мың теңге былай жетеді деген сияқты. Ең бастысы ұтымды жоспарлап сол шәкіртақыны пайдалану деп айтсақ болады.
мен басқа қаладанмын, маған шәкіртақы жетпейді, шыны керек 50 000 теңге маған жетпейді, бірақ мен сонда да өзімнің жастық шағымды жұмысқа арнағым келмейді. Өйткені мен білемін да, болашақта мен өкінемін ол үшін. Мен өзімнің жұмысқа кетіретін уақытымды неге қыдырмаймын? Неге мен қасымдағы достарыммен жүрмеймін? Неге мен жаңа нәрселерді көрмеймін? Мен сол ақшаны жеткізгенше, одан да болашаққа мен естелікті арнағаным дұрыс. Өйткені ақшаның артынан ешқашанда қуып жете алмайсың. Ақша қолдың кірі. Қазір бар ақша, ертең жоқ. Шәкіртақының да, жалақының да бір жеткізе алмайтыны осы жері қиын. Демек сәттен бір әсер алып өмір сүрген дұрыс деп айтады. Осы шақпен өмір сүрді. Шынында да солай. Бірақ қасымыздағы қыздар бар, жұмыс жасайтын, оларға сөзіміз жоқ. Оларға бөлек респект. Оларға нағыз батыл, нағыз батыр жандар дейікші. Шынымен жұмысты да, сабақты да, ұйымды да бірге алып жүретін қыздарға басында ем шыны керек. Шапалақтап қояқшы бір. Енді жалпы бұдан түйін түйетін болсақ, жұмыс жасау, жасамау, оның барлығы әркімнің өз еркінде. Ең бастысы білім ордасына келгеннен кейін сабақты ұмытып кетпеген абзал. Бірінші кезекте оқыған дұрыс сабақты. Сабақ, ұйым, одан кейін барып, артық уақытың болса, энергияң болса, әрине неге жұмыс жасамасқа? Жұмыс жасауға болады. Адам үлгеру керек. Өзің егерде физически жан шаршамаса, жақсы ғой онда. Енді біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен болған Зарина және Асылжан. Енді келесі шығарылымда кездескенше бізге пікір қалдырып, лайк басып, қолдау көрсетсеңіздер болады. Жасап жіберсеңіздер болады.